Қайырлы күн достар, сіздерге өте күшті пирогтың рецебін ұсынамын. Дәмі деген тура картошка пирожный сияқты болып шығады. Ауызда еритін сондай дәмді пирог. Ал кеттік, менімен бірге жасаңыздар. Алдымен сүтті ысытып аламыз, қайнатудың қажеті жоқ, тек қант еритіндей температурада болса болды. Үстіне қантты және какаоны салып, жақсылап араластырып, шетке қойып қоямыз. Жұмыртқаға кішкене тұз және қантты салып, жақсылап миксерлейміз, шамамен 10 минуттай көпіршіп ағарғанша. Тұз қосуды ұмытпаңыздар достар. Тұз бізге тәтті дәмді бір балансқа келтіру үшін және де басқа да ингредиенттердің ароматын аша түседі. Енді үстіне сұйық майды құйып, тағы да 1 минуттай миксерлейміз. Ертілген какао мен қантты қосып, тағы да 1-2 минуттай миксерлейміз, жақсылап араласқанша. Енді ұнға қопсытқышты қосып, жақсылап араластырып аламыз. Онда 2 бөлікке бөліп қосамыз, міндетті түрде еліктен өткіземіз. Сол кезде пирог пышный болып, күшті болып, көтеріліп, әдемі болып піседі. Миксермен жақсылап араластырып болған соң, тағы да қалған ұнды қосып, тағы да жақсылап миксерлейміз, әдемі бір келкі масса болғанша. Осындай консистенцияда болу керек, сұйық емес, әрі қатты қою емес. Егерде ұнды азырақ салып қоятын болсаңыздар, көрсетілген мөлшерден, онда пирог піспей қалады. Егерде ұнды мөлшерден көп салып қоятын болсаңыздар, онда тығыз, ауыр болып шығады. Енді грек жаңғағын қолмен майдалап аламыз. Жаңғақтарды қосу міндетті емес, бірақ жаңғақтармен дәмі енді өте күшті керемет болып шығады. Сол себепті қосуға кеңес беремін. Мен кішкене жер жаңғақ, яғни арахис және көбірек грек жаңғағын қостым. Және де клубника джемін қостым. Бұл кішкене қант қосылған, тартылған свежая клубника. Үйде бар болған соң қоса салдым. Қосу енді міндетті емес. Свежая малина немесе голубика қосып жіберсеңіздер, өте күшті болып шығады. Енді барлығын жақсылап араластырып, 200 градуста қызып тұрған пеште алдымен астыңғы жағын шамамен 20 минуттай пісіріп, үстіңгі жағына ауыстырып, 15-20 минуттай пісіреміз. Енді әркімнің пеші әртүрлі, сол себепті өздеріңіздің пештеріңізге қарайсыздар. Қараңыздаршы, қандай күшті болып пісті. Видеодан да көрініп тұр. Сондай пышный, нежный болып шыққаны. Жан жағынан осылай босатып, формадан пирогты алып шығамыз. Енді шоколадты глазурь жасаймыз. Ол үшін өте баяу отта шоколадты ерітеміз. Міндетті түрде араластырып отыру керек, жабысып қалмас үшін. Және де үстіне кішкене сары май саламыз. Және де кішкене сүт қоссаңыздар болады, егер сұйықтау болған қаласаңыздар. Мен сүт қоспадым, маған осындай қою болып тұрғаны ұнайды. Жаққанға ыңғайлы болады. Енді жаңағы еріген шоколадты пирогтың үстіне бірден жағып шығамыз, жан жағына, барлық жағына жететіндей етіп. Әдемілік үшін үстіне грек жаңғағын сеуіп шығамыз. Және де мен пергамент қағазына жабысып қалған бисквитті қырып алып, сеуіп шықтым. Солай жасасаңыздар да болады. Достар, енді мына пирогты міндетті түрде жасап көрулеріңіз керек. Өте дәмді, пышный, воздушный, сочный болып шығады. Осы рецептпен жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Сіздермен болған назым, каналыма тіркеліп қойыңыздар, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Көп рахмет, ас болсын.